адамның көңіл еркі, көңіл қалауын, ойың. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Осы көңіл қалауын мен жеңілірек түсіндіруге тырысайын. Мысалы, сіз отырасыз да, сөйткім келіп тұр дейсіз. Сөйткім келіп тұр дейсіз да. Келіп тұр деген сөздің өзі біздің әдебиетте өте әдемі айтылған. Келіп тұр. Қай жақтан келіп тұр? Сосын сіз сөйткім келіп тұрдың бәрі келтіре беру керек па оны? Мәселе. Сол келіп тұр деген нәрсе бар дейді. Сосын уахи деген нәрсе бар дейді Алла Тағала. Көрдіңіз бе? Жеңіл сөзбен түсіндіріп жатқаным ғой. Уахи Алла Тағаладан келген білім. Екіншісі келіп тұр. Айтқым келіп тұр. Айтып тастағым келіп тұр. Сөйткім келіп тұр, бүйткім келіп тұр деген келіп тұрлар бар. Олардың бәрі қай жақтан келеді? Олардың бәрі уахи емес жақтан келеді. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Уахи деген ол Құран және сүннеті пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сондықтан осы нәрсені баяндайды да Алла Тағала айтады, қараңыздар. Ва ма янтиқу анил хава. Ол пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям ешқашан көңілінен, қараңыздар, қалауынан сөйлемейді дейді ол. Ойынан сөйлемейді дейді. Қараңыздар. Ондай нәрсе жоқ дейді пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям. Осы жерде бізге де түсіндіріп жатыр. Көрдіңіз бе? Бұл көңіл еркіңіз, көңіл қалауыңыз, ойыңыз деген мәселелер кейде Құдай дәрежесіне көтеріліп кетеді екен. Кейде Құдай дәрежесіне көтеріліп кетеді екен. Аллах Тағала Құранда айтады: "Араайталлази иттахаза илахаху хаваху." Қараңыздар қалай? Көрмедің бе ей Мұхаммед ана біреуді деп айтады алыстан. Өзінің көңілін, қалауын өзіне Құдай қылып алғанды дейді. Көрдіңіз бе? Мұсылманның ішінде де бар болады бұл. Сіз мысалы таухидтың жаңағы негізін бүйтіп түсінгенмен, бірақ көп әрекеттеріңіз таухидтың кемелдігін жасамайды жүрегіңізде. Неге? Мысалы, намаз оқып жүреміз, нетеміз. Сосын бір кезде біреуді кешіру керек кезде кешіргің келмей тұр. Алла Тағала кешір дегеннен кейін, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям кешіре сал дегеннен кейін, кешіргің келмей тұр деген не ол? Сіз кейде көңіл қалауыңызбен жүретін адамсыз. Көрдіңіз бе? Таухид жоқ. Осындай сәттерде таухид жұмыс істемейді. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Ол пұтқа, тасқа, айға, ештеңеге табынбайсыз. Бір Алланың өзіне табынасыз, дұрыс. О жағының бәрі. Бірақ кейбір сәттер бар. Сіз өз көңіл қалауыңызбен істейсіз. Түсіндіңіз ба? Сол сәттерді жаңағы азайту керекпіз біз. Сол сәттер болмау керек болашақта. Неғұрлым ғұмырыңызды Алла бере береді, ғұмырың созылған сайын ол жоғала беру керек ол. Түбінде Алланың қалауымен ғана жұмыс істейтін адамға айналу керексіз. Таухидтың ең маңызды тұсы, көтеретін тұсы осы. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Ол үшін жолы оңай. Көрдіңіз бе? Келіп тұр деген нәрселерге жұмыс істеме дейді. Ойыңды бір нәрседе, мына мәселеде қалай деп айта салса, мысалы, мен былай деп ойлаймын деп озып кетпе. Түсіндіңіз бе? Әрбір келіп тұрды шығара берме. Болмайды ол. Сізден шығатын нәрсе хақ болу керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтқандай: "Ман кана юъмину биллахи вал яумил ахири." Кімде-кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірсе, фалияқул хайран. Тек қана жақсылықты сөйлесін дейді. Ау лиясмут, немесе үндемесін дейді. Қараңдар қандай мәселе. Үндемедіңіз, үндемейтін жерде Алланың құлысыз. Алланың құлы деген сипат сол сәтте сақталады. Сондықтан айтып отыр, кейбір сәттерде біз кімнің құлы болып кетеміз? Көңіл қалауымыздың құлы болып кетеміз. Егер де екі мұсылман бір-бірімен ұрысып, қараңыздар. Шариғаттың енді Алла Тағаланың рахымы сондай, 3 күнге дейін бізді түсінеді екен енді. 3 күнге дейін жарайды енді. Адам ғой, ренжісіп қалған ғой деп. 3 күннен кейін бізді түсінбейді. 3 күн ұрысып жүрсің, мына жақта намаз, екеуі де намазын оқып жатыр, тахаджудын оқып жатыр, садақасын беріп, бірақ екеуі ұрысып жүр. Сөйлеспейді бір-бірімен. Сол ойлайды, құлшылық жасап жатып Алла Тағала менімен бірге деп. Әсте олай емес.
бейсенбі күні мысалы амал көтерілген кезде, бір аптаның амалы көтерілген кезде, мысалы аптасына 2 рет көтеріледі, дүйсенбі және бейсенбі күндері. Сол көтерілген кезде барлығы Алла тағалаға серік қоспаған бүкіл құлдың күнәсін кешіріп жібереді екен Алла тағала. Тек ана бір екеуін қойып қойыңдар деп айтады екен. Қараңыздаршы. Екеуі татуласқанша дейді. Ал екеуі ойлап жүреді. Тахаджуд, мен керемет, Алла менімен бірге, ананы кешірмеймін мен. Бұл маған осындай. Осы нәрсе бұның бәрі. Дәл сол сәтте неше күн бір бауырыңызбен ренжісіп жүресіз. Сонша күн сізде ол жерде таухид деген нәрсе кемелді істеп атқан жоқ ол. Сіз көңіліңіз, қалауыңыздың құлысыз сол жерде, есіңізде болсын. Сондықтан мәселе бұл жерде жаңағындай Алла тағала бекер айтып тұрған жоқ Құранда. Тәрбие, тәлім, тәрбиелік мағынада айтып жатыр бізге. Көрдіңіз ба? Мысалы, Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламнан келген қандай да бір бұйрыққа егер біз жауап бере алмай қалсақ, сол жерде мені бірдеңке ұстап тұр ғой. Сол ұстап тұрған нәрсе не деген кезде көңіл қалауың дейді. Көрдіңіз ба? Сондықтан бұндай адамдарда настроение деген нәрсе өте үлкен рөл атқарады. Настроение болса бұлар істейді жақсылықты. Настроение болмаса бұлар істемейді. Алланың нағыз құлы болам дегендер настроениеге қарамайды олар. Түсініңіз бе? Настроение деген нәрсені қоспаңыз өмірге. Сіз Алланың құлысыз. Сіз настроениенің құлы емессіз. Қалтаңызда ақша болса ғана көңіліңіз көтерілетін, немесе бір жағдайлар жақсы болып жатса ғана сіз әрдайым бір күйде болу керексіз. Раббым, Раббым деген. Сондықтан Аллах Тағала Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады: "Фаиллам ястажибу лака". Егер де анау мүшриктер сенің айтып жатқан насихатыңа жауап бермесе, немесе анау кітап иелері сен айтқан нәрсеге, ақиқатқа жауап бермесе, келіспесе, фа'лам. Онда бір нәрсені біліп ал, ей Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам. Нені? Аннама яттабиуна ахваахум. Олар өздерінің көңіл қалауларына еріп жүргендер дейді. Көрдіңіз бе? Қашан Құранның бір үкімі көңілге сай келіп қалса, альхамдулилlah. Қашан сай келмей қалса, жаңа қисықтық басталады. Осындай нәрседен сақтану керек. Сосын Алла Тағала түсіндіреді. Қараңыздаршы. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ. وَمَنْ أَضُلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ дейді. Өзінің қалауына, көңіл қалауына ерген адамнан адасқақ адам бар ма дейді жердің бетінде. Қараңыз Алла Тағала. Ең адасқан сол ғой дейді. Көңіл қалауына ерген адам. Ойына ерген адамда. Міне, сондықтан Мұхаммед пайғамбардың ешбір адамзатты өзіне жеткізбейтін ең бірінші сипаты. Ол ешқашан өз көңілінен, өз көңіл қалауынан, көңіл еркінен, ойынан сөйлемейді ол. Түсініңіз ба? Тіпті білесіздер ғой, мінезге әсер етеді ол. Ана бір кісі келіп, түйем қайда деп жағасын жұлып кеткен кезде. Қараңыз, көңіл қалауына қараңыз. Жымият ана кісі. Алланың құлы. Ол жаңағындай мінездің құлы емес, істеп кететін. Ей, сен не істеп жатсың дегендей мәселе. Тіпті сахабаларға да үйретпеген ол нәрсені. Мен ана жерде жақтап бүйтіп шыға келмеңдер. Ұнатпайды ондай нәрсені. Түйесін беріңдер мынаның деп. Қараңыз қандай мәселе. Ал сізге бүйтіп тиісіп кетсе, сіз деген кәдімгі сізге тиісуге болмайды. Сонда Алла Тағала сізді тәрбиелемей ме? Қашан тәрбиелейді сізді онда? Біліңіз, әрбір іс-әрекет, әрбір кездесіп қалатын нәрсе сізге Алланың тәрбиесін әкеледі. Содан өтіп берсең, альхамдулилlah. Өте алмай қалсаң, Алла Тағала ертең қайтадан сондай бір жағдайды содан өткенше қоймайды бәрібір. Көрдіңіз бе? Өйткені ол сізге бір жақсылықты бастаса, оны аяғына дейін жеткізбей қоймайды. Сіз соны түсініп алсаңыз, сізден бақытты адам болмайды. Қандай мәселе? Міне, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ешқашан өзінің көңіл қалауынан сөйлемеген дейді. Қай жақтан сөйлейді онда? Ин хуа илля вахйун юха. Қараңыздар, ол тек қана өзіне Жибрил тарапынан уахи етіліп атқан Алланың уахиынан ғана сөйлейді дейді. Қандай тазалық. Әрбір адам қасыңызда, егер бір адамға барып бір насихат айтам десең, бірдеңке үйретем десе де, ана адамды бұл Алланың құлы,
бұл Алланың қадірлі құлы. Сіз ба? Бұған ғұмыр өзі бір рет осы дүниеде берілген емтиханнан өту үшін. Бұның өзінің ғұмыры капиталы негізгі. Мына капиталды бәленбай жылға бір шатысып кететіндей жағдайға сап қойма. Бересің ба? Әрбір беретін нәрсеңді оған, мейлі ақида мәселесінде болсын, мейлі қай мәселеде болсын, егер де Аллахпен, мысалы біз Алладан басқа тәңір жоқ деген сөзді Аллахпен ант етем, Алладан басқа тәңір жоқ деп батыл айта аламыз. Қай нәрсені өстіп айта аласың жүрегіңде, ант етем деп, соны бер. Қайсысын айтамайсың, өш сол жерде. Көрдіңіз бе қандай мәселе? Әр нәрсені тықпалай берме. Ол да адам. Саған сеніп бір нәрселер басына кіріп жүре береді. Қателеседі. Қаншама күні, жылы саяға кетіп қалуы мүмкін да, біраз жылдардан кейін мен түсінбеппін деуі мүмкін мысалы. Сондықтан мына жерде сол үшін не керек? Уахи. Уахи деген нәрсе ғана сізді тірілтеді. Сізді Алланың нағыз құлы деген дәрежеге көтеретін нәрсе ол уахи. Әрдайым оңай жолы. Теориялық тұрдан оңай. Практикалық тұрдан әрине бір жерде күрес керек. Мысалы, әрдайым бір нәрсені істейін деп жатқан кезіңізде, мысалы, біреу сізден қарыз сұрақ қалса, жауап берместен бұрын, өйткені жауап әрдайым неден шығады бірінші орында? Көңіл қалауынан шығады ғой. Ойыңыздан шығады, табиғатыңыздан шығады, дұрыс па? Сол жауап шықпай тұрып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам не істер еді деп сұрақ қойып өзіңізге. Егер менің орнымда осы жерде пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам не істер еді деп, түсіндіңіз бе? Сол кезде ешқашан қате болмайды иншалла. Өйткені пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның жолымен әр жерде сізге керек болса, сізде қателік болмайды. Түсіндіңіз ғой? Қателіктің көбісін әкелетін нәрсе көңіл қалауы. Көңіліңіздің еркі.